Барлығыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүзбелі бәліш пісіретін боламыз. Өте дәмді, өте керемет шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен Раушан. Ең әуелі бізге қамырын жасау үшін қажетті заттар: қатты май, жұмыртқа, ұн, құмшекер, қопсытқыш, яғни разрыхитель қажет болады. Ең әуелі ұнымызға осындай қатты майымызды салып, теркадан өткізетін боламыз. Мен бұл жерде қатты май қосуының себебі қамырымыз өте жұп-жұмсақ, песочный болып шығады. Содан кейін үстіне жұмыртқа, құмшекер, қопсытқыш барлығын қосып, басын біріктіріп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде осындай өте әдемі жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Содан кейін пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа жіберетін боламыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбеге 20% қаймақ қостым. Жұмыртқа, қантын қосып, блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Сіздерде блендер болмаған жағдайда миксермен немесе шанышқымен езсеңіздер болады. Осылайша жақсылап езу керек, арасында түйіршік қалмау керек. Сонда біздің салмамыз өте әдемі біркелкі болып шығады. Содан кейін қамырымызды осылайша формаға салып жаятын боламыз. Осылайша қамырымыздың шетін бортик болып шығарып алатын боламыз. Бір шеті жұқа, бір шеті қалың болмау керек. Бәрі бір тегіс, бір келкі болу керек. Мен бұл жерде құлпынайға осындай бір кішкене қасық жүгері крахмалын қостым. Сіздер қаламасаңыздар, жидек қоспасаңыздар да болады. Немесе жидектің басқа да түрлерін қолдансаңыздар болады. Осылайша дайын қамырымыздың үстіне салмасын саламыз. Жүгері крахмалын қосуының себебі су шығып кетпес үшін. Су барысында осылайша шетінде қамырларын осылай шетіне жабатын боламыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешке салып пісіріп алатын боламыз. Сіздер пештеріңізге қараңыздар. Біреулеріңіздің пештеріңіз жай, біреулеріңіздің пештеріңіз қатты болуы мүмкін. Міне осындай әдемі пирогымыз дайын болды. Мен шетіне әдемілік үшін сахарный пудра септім. Содан кейін ыстық кезінде формадан алмаңыздар, суығасын бірақ алып, холодильникке 2 сағатқа жіберсеңіздер болады. Өйткені сүзбеміз қату керек. Міне кесіп көріп жатырмыз. Өте дәмді, өте керемет чизкейк дайын болатын болды. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға үлкен рахмет.